Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін общем күніміз ерте басталды ма десем, кеш басталды. Сағат 11-де ұйқымыздан тұрдық, өйткен балалардың барлығы үйде, қазір ауырып жатыр, садик мектепке барып жатқан жоқ. Еще барлығымыз біз осы бір бөлмеде жатамыз ғой. Басқа бөлмеге жатқысы келмейді. Сіздің балаларыңыз сондай ма, достар? Жаза кетіңіздер, жалпы бөлек жатқысы келмейді, бізбен бірге жатқысы келеді ғой. Сөйтіп төсектерді жинап, тал түсте тұрып алып, асықпай, шайымызды ішіп, шайдың орнын жинап, өзім аяғым ауыр, 28-ші апта ырсылдап жүріп, осылай үйлерді апыр-топыр жинап тастадым. Диванды әрі-бері сырдым, одан мынау столды аяғын кесіп тастағам ғой. Ауыр, оны да көтердім, әйтеуір арасында белім деп қоям. Сөйтіп барлық жерді реттеп алып, посудаларды жуып, жинап алдым, жалтыратып, арасында балаларға тұр деп ұрсып қоям. Үйде болғаннан кейін у-шу садик балашаға болып кетеді ғой. Содан 2-3 күннен бері жиналып тұрған таудай мынау киімдерді де жинап алдым, қойшы ертеңге қалмасын деп үйлерді тазалап алып, киініп алып, Пиндодо сайтынан келген, Қытайдан келген товарымды үйге алып келдім. Мінекей осы заттар келген. Сөйтіп балашағаны алып, киіндіріп алып, үлкен үйге ата-енем үйіне шықтық, бардық. Жақсылап тамақ шайымызды ішіп алдық та, сол үйде бір күн қондық. Ертесі күні приемға больницаға барып келдім. Ертесі күні кешке мантыны жеп алып, үйге қарай қайттық.